Динозаврлар ежелгі миллион жыл бұрын өлген жануарлардың бір түрі. Олар осы өмірде камераға түсіп қалған көргенсіздер ме? Бүгін біз достар камераға түсіп қалған динозаврлар туралы мәліметтер айтатын боламыз. Достар, арнаға жазып лайк басып кетіңіз және керемет комментар жазып бесіне күтіп ал. Біз онда бастаймыз. Бұл видео 2006 жылы Канадада түсірілді. Бір оператор орманда қызықты әдемі кадр іздеп жүреді. Бір сәтте ол үңгірді көреді. Үңгірді түсірем деп ойлап камераны қоса бастағанда байқамай видео қосылып кетеді. Видеоны қарасаңыз, ана жерде кішкентай бірдеңе жүгіріп өткен сияқты. Бұл тез қозғалатын жануар, динозавр сияқты. Видео тағы да солтүстік Канада елінде түсірілді. Бір адам жұмысына бара жатқанда, төбеге қарағанда бір қыз ұшып бара жатқанын көреді. Бірақ та ол үлкен болды. Ол қыз птерозавр болған сияқты. Оны сіздер кинодан көрген шығарсыздар. Мүмкін бұл жай ғана соған ұқсайтын құс болар. Жөндеп қараса тұмсығы да ұзын. Бұл не болды екен? Ал бұл видео 30 секунд қана түсірілген. Сапасы да аз. Тіпті видеода түстер де жоқ. Бірақ біртүрлі жануар ағаштардың жанында жүргенін көруге болады. Егер басын көтерсе, сіз кім екенін білесіз. Ол тираннозавр. Ол өте қатты соған ұқсайды. Бірақ та кезінде бәрін жеңген динозавр неге бұл жерде шөп жеп жүр? Мүмкін ол етті тастап арықтағысы келген шығар. Динозавр басын көтергенде видео өшеді. Оператор аман деген ойдамыз. Ресейдегі динозавр. Бұл динозавр сонау шалғайда түсіріліп қалған видеолардың бірі. Бұл видеода шынымен бір динозавр кетіп бара жатқан сияқты. Яғни бір кішкентай динозавр. Құйрығының басын барлығын қараңыз. Мексикадағы джунглидағы динозавр. Қарап көріңіздер. Камера түнде орналасқан орманда. Көпшілік үшін фокус жай ғана күлкілі ойын көңіл көтеретін сәт. Бірақ сахнаның әр жағында өмірге қауіп төндіретін сәттер бар екенін көбіміз біле бермейміз. Әрбір иллюзияның артында үлкен дайындық, жүйке мен батылдық жатыр. Ал кейде бір кішкентай қателік бүкіл қойылымды трагедияға айналдырады. Біз бүгін сиқыр әлемінің ең қауіпті, ең қорқынышты тұстарын ашып көрсетеміз. Оны достар, арнаға жазып лайк басып кетіңіз. Біз бастаймыз. Оқ өтпейтін кеуде. Бұл фокус сиқыр тарихындағы ең қауіптілердің бірі. Сахнада фокусшы көрермендердің көзінше тапаншадан кеудесіне оқ аттырады. Әдетте бұл арнайы жасалған оқ дәрі немесе жасырын амалдар арқылы жасалады. Бірақ тарихта бірнеше рет қателіктер болып, фокусшылар шынайы оқтан қаза тапты. Жылы Лондон сахнасында Чарльз Тейлор есімді фокусшы оқты тоқтатамын деп көрермендер алдында өнер көрсетпек болды. Бірақ арнайы дайындалған оқ орнына нағыз оқ атылып, ол сол жерде көз жұмды. Тағы бір мысалы, 1840 жылдары ақш-та осындай трюк кезінде бір жас фокусшы кеудесіне тиген оқтан қайтыс болған. Бұл трюк әлі күнге дейін әлем бойынша ең қауіпті деп саналады. Сондықтан қазіргі сиқыршылар оны сирек жасайды. Құтқарылу мүмкін емес қорап. Бұл трюкте фокусшыны қорапқа салып, сыртынан ондаған қылыш пен пышақ салады. Қалыпты жағдайда фокусшы жасырын қуыстарға тығылып, ештеңе болмағандай шығады. Бірақ 2007 жылы Қытайда бір жас өнерпаз сахнаға шығып, осы трюкті орындады. Қорап ішіндегі қозғалыс дұрыс есептелмей, пышақтардың бірі шынымен де оның денесіне қадалды. Залдағы адамдар алғашында мұны фокустың бір бөлігі деп ойлады. Бірақ көп ұзамай жағдайдың шындық екенін түсінгенде көрермендер шошып кеткен. Бұл оқиға сиқыр тарихындағы ең қайғылы сәттердің бірі болып қалды. Суға байлау трюгі. Бұл фокус Гарри Гудиннен бастау алған. Фокусшыны қол аяғын байлап, кісендеп, үлкен аквариумға немесе өзенге тастайды. Ол міндетті түрде қолын босатып судан шығуы тиіс. Гудини бұл трюкті бірінші рет орындап, әрқашан аман қалған. Бірақ оның ізбасарлардың бәріне жолы бола бермеді. 2017 жылы Үндістанда
Чанчал Лахери есімді фокусшы осы трюкті орындау кезінде судан шыға алмай, су астында тұншығып қалған. Көрермендер оның сахнада өліп жатқанын байқамады. Өйткені олар оны қосымша драма деп ойлады. Тек уақыт өткен соң ғана сахна апатқа айналды. Бұл жағдай көрсеткендей, суды қолданатын кез келген фокус адам өміріне тікелей қауіп төндіреді. Тақтай арасына кесу. Көрермендерге ең танымал иллюзиялардың бірі адамды екіге кесу. Сахнаға үлкен қорап шығарылады. Фокусшының көмекшісіне ішіне жатады. Содан кейін фокусшы арамен немесе пышақпен қорапты екіге кескендей болады. Шын мәнінде қораптың ішінде қосымша орындар бар. Көмекші жарақат алмайды. Бірақ бір қойылымда есеп дұрыс жасалмағандықтан көмекші шынымен жарақат алады. Бұл жағдайдан кейін біраз уақыт бойы адамды кесу фокустан орындауға тыйым салынған еді. Қауіпсіздік техникасы артқанымен көрермендер ол сәтті әлі ұмытпайды. Отпен ойнау. Фокусшылар жиі көрермені таң қалдыру үшін отты қолданады. Жалындап тұрған алауды жұтады, қолмен ұстайды немесе өздерін өртеп алып, кейін аман шығады. Бірақ өрт қауіпсіздік сақталмаса, бір сәтте трагедияға айналуы мүмкін. 1980 жылдары Еуропада бір қойылым кезінде жас фокусшы отты жұтамын деп тамағына қатты күйіп қалған. Ол аман қалғанмен өмір бойы қайтадан сахнаға шықпайтын болды. Тағы бір мысал, кейбір шоуларда сахнаның өзі өртеніп кетіп, көрермендер қашқан. Бұл да фокусшылардың отпен ойнауы қаншалықты қауіпті екенін көрсетеді. Жыландармен шоу. Кейбір фокусшылар қауіпті жануарларды, әсіресе ұлы жыландарды қолданғанда жақсы көреді. Бұл көрермен үшін өте әсерлі, бірақ орындаушы үшін өте қауіпті. 1970 жылдары бір үнді фокусшысы жыланды қораптан шығарып, уынан қорықпаймын деп көрсетпек болды. Бірақ жылан шын тістеп алды. Дәрігерге жеткенше у жүрегіне тарап, ол көз жұмды. Содан кейін көп елдерде улы жануарды қолдануға тыйым салынды. Жоғалып кету трюгі. Көрермендер үшін ең қызық нәрсе фокусшының көз алдында ғайып болуы. Бірақ бұл үшін арнайы есіктер, лифтілер, тұзақ, еденелер қолданылады. 1984 жылы ақш-та фокусшы сахнадан жоғалып кету керек еді. Бірақ жасырын механизм дұрыс істемей, ол төмен құлап жарақат алды. Оқиға тікелей эфирде болғандықтан көрермендер шынайы апатқа куә болды. Қылыш жұту. Бұл трюк ең қауіптілердің бірі. Әдетте қылыш өткір болмайды немесе арнайы жасалған. Бірақ орындаушы оны дұрыс жатпаса, өнешін жарақаттап қансырап қалуы мүмкін. 2007 жылы Англияда бір қылыш жұтушы сахнада қатты қан етіп, ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер аман алып қалды, бірақ ол ешқашан қайттан бұл өнерді жасай алмайды. Міне достар, біз бүгін сәтсіз орындалған фокустердің топ 10-ын талқыладық. Көргенде сиқырдың артында тек қана күлкі емес, өмір мен өлімнің арасында тұрған өнер бар. Әрбір фокус орындаушы үшін үлкен тәуекел. Егер видео ұнаса, арнаға жазылып пікір қалдырыңыз. Сіз үшін қайсысы ең қорқынышты болды?